Астана қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2019 жылғы түлегі Қосынғали Ерен. Қазіргі таңда Қазақ-Британ техникалық университетінің бірінші курс студентімін. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл толуына арналған өлеңімді қабыл алыңыздар. Қабағын түйген қатыгез соғыс жылдары біреудің бағын, біреудің жарын ұрлады. Ержүрек мынау елімнің ұл мен қыздары қыршыннан кетті, соғыстың болып құрбан. Аузын ашып айдаһар сынды тулаған, жаңбырдай борап жауығы ұшты зырлаған. Қатыгез жаудың қарулы қалың сарбазы күндіз де түнде толассыз атып тынбаған. Батыр да болды, ақын да болды майданда, құстарша ұшып ұшақтар қанат жайғанда. Ақтөсін қалың сарбазбен танк таптаған кең дала жатты, куә боп мына ойранға. Елімнің қайсар жалынға толы жастары кеудесін тосты, бораған оқтан қашпады. Отаны үшін жауына қарсы аттанған батырларымыз барша қазақтың мақтаны. Өзім деп емес, елім деп алға ұмтылды, ұран қып айтты қалың ел қазақ жұртымды. Ұрпағы үшін бастарын тіккен қатерге ұмыта көрме, өскелең ұрпақ бұл күнді. Сұм соғыс бізге тартты талай азабын, қаламап қолға ерлігін елдің жазамын. Фашистер сенің сындырған емес сағыңды, жасай бер мәңгі, тәуелсіз менің қазағым. Дұшпанның батыр майданда беріп жазасын, көктеткен хан мен қазақтың байтақ даласын. Есімі өшпес батырлар қалсын санаңда, уа менің жұртым, мәңгілік ел.